Ең бірінші салатымыз рокколамен және де қуырылған брынзамен жасалатын салат. Ең алдымен брынзамызды дәл осылай 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң ыдысымызға салып, бір ас қасық кукурузный крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Баклажанымызды, яғни баялыны да дәл солай 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Оны да ыдысымызға салып, бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, ең алдымен брынзаларымызды қуырып аламыз. Сары түске айналғанша жақсылап қуырып алыңыздар. Неке осындай сарғышта түс болған кезде алып аламыз. Одан соң артынша біздің баклажанымызды да дәл солай сары түске айналғанша қуырып аламыз. Ендігі кезекте болгарскийімізді дәл осылай турап аламыз 4 бұрышты етіп. Одан соң біздің черри қызанағымызды дәл ортасынан бөліп шығамыз. Ыдысымызға ең алдымен рокколаны салып алдық, оның үстіне болгарский, помидор, қуырып алған баклажан, дәміне қарай паприка және де кішкене ғана тұз қосамыз. Тұзды көп қосып қоймаңыздар, өйткені брынзаның тұзы болғандықтан көп қосуды қажет етпейді. Ең соңында оливковый, яғни зәйтүн майы немесе сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, ыдысымызға салып аламыз. Ал қуырып алған брынзаларымызды ең бетіне салып шығамыз. Мінеке достар, қуырылған брынза және де роккола қосылған салатымыз дайын болды. Дастарханға ерекше сән береді және де қазіргі кезде хит болып жатқан салаттардың бірі. Бұны да міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді дастархандарыңыздың көркін ашатын салат дайындаймыз. Ең алдымен етімізді турап аламыз. Мендегі сиырдың еті ұзыннан және де барынша жіңішке қылып турауға тырысыңыздар. Ыдысымызға салып аламыз, үстінен соя құямыз. Бір күн алдын осылай дайындап қойсаңыздар, еттеріңіз жұп-жұмсақ болып шығады. Кемінде 2-3 сағатқа қалдырамыз. Ол уақытқа дейін біздің пиязымызды барынша жіңішке қылып турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстіне бір ас қасық уксус және де бір ас қасық суды құйып, жақсылап араластырамыз, яғни маринадтаймыз. Енді тәтті паприкамызды ұзыннан турап шығамыз. Бұны да барынша жіңішке қылып турауға тырысыңыздар. Ыдысымызға салып, помидорларымызды 4 бұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Ыдысымызға салып дайындап қоямыз. Уақыт өтіп шыққаннан соң қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Барынша жұмсарғанша қуырып аласыздар. Ешқандай су құймайсыздар. Енді біз осы лаваштан корзина жасаймыз, яғни себет жасайтын боламыз. Ең алдымен осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз, видеода көрсетілгендей. Осы орайда айта кететін жайт, лаваштың шығарылу күніне қараңыздар, барынша свежий, яғни балғын лаваш болуы керек. Осылай болып шығады. Біздің кекс пісіретін силиконды формамызға салып, дәл ортасына салуға тырысыңыздар. Екі жағы теңдей болуы керек. Және де ішіне салған кезде тегістеп шығыңыздар, яғни ішіне барынша жақсы салынуы керек. Сол кезде, кепкен кезде біздің лавашымыз, яғни корзинамыз лаваштан жасалған бірдей болып шығуы үшін. Бұған аса мұқият назар аударыңыздар. Осылай іш жағына тегістеп салып аламыз. Мінекей осылай болады. Тегістеп алғаннан соң үстінен біздің силиконды формамыздың екінші бөлігін ішіне саламыз. Мінекей осылай болып шығады. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Бұл басында қиындық туғызуы мүмкін, бірақ қолдарыңыз үйренсе ешқандай қиыншылығы жоқ.
барлығын осылай дайындап алдық. Формаға дұрыс салмасаңыздар, кепкеннен соң дұрыс тұрмай құлап қалады. Біздің себеттеріміз әдемі болу үшін осылай бір-біріне нығыз орналастырыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта кептіріп аламыз. Ыдысымызға паприка, қызанақ, маринадталған пияз, кукуруза, яғни жүгері, қуырылып алған етімізді салып, үстіне ас көгімізді саламыз. Менде бұл жерде ақ желкен, яғни петрушка, және де сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Осы орайда дәміне қарай қара бұрыш және де паприка, кішкене ғана тұз салып, тағы да араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осылай өте әдемі болып шығады. Мінекей біздің себеттеріміз де дайын. Дәл осылай қоңыр түске айналғанша қызартып кептіріп аласыздар. Енді себеттерімізге салып шығамыз. Мінекей достар, мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашатын өте дәмді салаттарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.